Бәзі бір ұйғыр атанла мұндақта пікірлейдікен. Ұйғырча оқыған балаларның келечегі жоқ деп. Яке болмысы ола кейін рус тілді қиынылды, яке болмысы қазақ тілді қиынылды, тіл үгінәмейді деп вайым қылдыке. Мен ол пікір білән мұтлақ қошылмайме. Чүнки аны тіліні білген бала, аны тілін үгенген бала башқы тіліні асан үгінәлейді. Ұйғыр тілі ол біздің аны тіліміз. О, бізге керек. Орысча айтқанда мы носители языка. Ұйғырча айтқанда біз ұйғыр тілінің егісі. Һәм ұйғыр тіліні қадірләш ол біздің қолымыздық іш. Ол башқалар керек емес. Тіл болмаса милләт болмайды. Біздің Қазақстан вәтініміз бізге шундақ бір шарайт яратып беріп атыды ұйғырларға. Тақат Қазақстан тілі ба ұйғыр марып. Башқа ешбір дөләті жоқ. Башқы дөләтке ұйғырла арманда ұйғыр мектеплерді оқойдығанға. Бізге хәвәс қылды. Біз шу қолымыздығы мүмкіншілікні ішләтмейміз. Әпсуски. Аны тілді оқыған бала, о, ялған пікір, ешқанда құтықлақ ершемейді деп. Мысал, кәлтірдіған болсақ, мысал көп. Қанчылыген оқымышлық балаларымыз ба, қанчылыген оқымышлық алымларымыз, академик, профессорларымыз, көплеген ұтықлақ ерішкен, оларының етішкен ұтықлары